Okuyucular, amandasып алайық. Бірінші, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Отырыңыздар. Қарап тұрсаңыздар, біз бұнда не көріп тұрық? Жасушаларды көріп тұрық, иә? Яғни бүгінгі өтетін тақырыбымыз ғылым саласы. Қай кезеңдегі ғылым саласы? Яғни 20-20 ғасырдың 40-80 жылдарындағы Қазақ КСР ғылым академиясының жұмыстарына тоқталып өтеміз, иә? Енді мұнда тұрып, яғни мұнда тұрған ғимарат қандай? Яғни бұл ғылым орталығы еліміздің қай қаласында орналасқан? Бірінші айтыңыз. Алматы қаласында орналасқан Қаныш Сәтбаев ашқан Қазақ КСР ғылым академиясы. Өте дұрыс. Оның Қазақстанда ғылымын дамытудағы рөлі қандай? Кім айтады? Қазақстанда ғылымды дамытуға қосқан рөлі қандай? Ол ғылым академия. Көптеген ғалымдар шықты, яғни өздерінің жұмыстарын орнына отырып, осы Қазақстандағы ғылым саласын нышандады. Өте дұрыс. Так, бүгінгі яғни тақырыбымыз Қазақстан ғылымдарының ғылымы мен білімінің дамуына қосқан үлесі. Тақырыпты жазып алайық дәптерлерімізге. Яғни Қазақ КСР ғылым академиясы. Қараңыздар, терминологиялық анықтамаға тоқталсақ, ғылыми орталық. Өзі ғылыми орталық дегеніміз не? Ол әртүрлі ғылыми және басқа да ұжымдардың ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру формасы. Әдетте ірі ғылыми зерттеу институттары, конструкторлық жобалау ұйымдары, жоғарғы оқу орындарының базасында құрылады. Жұмыс мақсаттарына қарай кешендік, яғни негізінен іргелі зерттеулер бойынша оқу ғылыми өндірістік болып бөлінеді. Яғни бұл ғылым академиясы Қазақстандағы зерттеулер жүргізген, мысалға генетика саласында Айтқожин мысалы үлкен табыстарға жетті. Сұрыптау арқылы көбірек өнім алу, астық дәнді дақылдар. Келесі, ЮНЕСКО Біріккен ұлттар ұйымының білім беру, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі ұйым өз қызметін 1946 жылы бастады. Қазақстан бұл ұйымға, яғни Біріккен ұлттар ұйымына 1992 жылы Қазақстан мүше болса, дәл ЮНЕСКО ұйымына да Қазақстан сол жылы 92 жылы мүше болды. Яғни Біріккен ұлттар ұйымы ол халықаралық жағдайдағы шиеленістерді, қақтығыстарды тоқтату үшін негізгі қызметі солай болса, ал ЮНЕСКОның қызметі білім беру және мәдениет саласын қолдау көрсетеді. Жақсы, тақырыпта бастамас алдын тақырыптан мына жерде бір видеоға назар аударайық. Яғни бүгінгі тақырыпқа қатысты бізде Қазақ КСР ғылым академиясында қандай ғалымдар жұмыс істеді, олардың атқарған қызметтері қандай? Осыған жеке тоқталамыз. Қазақ КСР ғылым академиясы қашан құрылды? Оның тұңғыш президенті кім болды? Әкей Марғұлан туралы не білесің? Кемел Ақышевтың қандай жетістіктерін білесің? Мұрат Айтқожин жайлы не білесің? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қазақ КСР ғылым академиясы қашан құрылды? Оның тұңғыш президенті кім болды? 1946 жылы Қазақ КСР ғылым академиясы ашылды. Бұл қазақ ғылымының тарихындағы ең маңызды оқиға болды. Ғылым академиясының алғашқы президенті болып тағайындалған Қаныш Сәтбаев академияның дамуына ерекше көңіл бөлді. Ол ғылыммен айналысып жүрген зерттеушілердің басын қосып, ғылымның жетістігін ел игілігіне жаратуға ерекше көңіл бөлді. Қаныш Сәтбаевтың бастамасымен және оның зерттеулері негізінде Қазақстанның тың аймақтары зерттелді. Қаныш Сәтбаев геолог ғалым, Кеңес одағының және Қазақстанның металлогения мектебінің негізін қалаған тұлға, қазақтың тұңғыш академигі. 1947 жылы Англияға сапары барысында Уинстон Черчилль қазақтардың барлығы сіз сияқты соңға батыр тұлғалма деп сұрағанда, Қаныш Сәтбаев, жоқ Черчилль мырза, қазақтардың ішіндегі ең кішісі менің халқым менен де биік деп ұтымды жауап қайтарған екен.
Кенді Алтай, Қарағанды, Қаратау, Жезқазған, Ұлытау және тағы да басқа аймақтарды зерттеп, олардың пайдалы қазбаларының қорын анықтаған. Әлікей Марғұлан туралы не білесің? Әлікей Хақанұлы Марғұлан ұлттық археология мектебінің негізін салушы, фольклор зерттеуші, алғаш рет қазақ халқының аңыздарын, ертегілерін, жырларын зерттеді. Сондай-ақ Сырдария, Шу, Талас өзендері бойында және Отырар, Сауран, Сығанақ қалаларының орнында қазба жұмыстарын жүргізді. Соның негізінде көне қазақ жерінің қалалары мен құрылыс өнерінің тарихы монографиясын шығарды. Әлікей Марғұлан бұрынғы Қазақстанды зерттеуші орыс ғалымдарының қазақ даласы тек көшпелілер мекені деген тұжырымының орынсыз екенін дәлелдеген. Кемел Ақышевтің қандай жетістіктерін білесің? Кемел Ақышев атақты археолог ғалым, тарихшы, қазақ археология ғылымының негізін салушылардың бірі. 2000 жылы Елордада Еуразия ұлттық университетінде археологиялық зертхана құрған. Ол археологиялық қазба жұмыстары барысында Алматы облысынан табылған алтын адам, Бесшатыр обаларын, Отырар жәдігерлерін зерттеген. Сондай-ақ қола және темір дәуірінің мәдениеттерін зерттеуге және кезеңдеуге зор үлес қосқан. Мұрат Айтқожин жайлы не білесің? Мұрат Айтқожин биолог ғалым. Қазақстанда молекулалық биология мен биотехнологияның негізін қалаушы ғалымдардың бірі. Ол өсімдік рибосомалардың физикалық химиялық қасиеттерін анықтап, олардың жануарлар рибосомаларына ұқсас екенін байқаған. Жануар мен өсімдік жасушаларының су бөлшектерінен тұратын әрекеті күшті будандасқан рибосомалар алуға, олардың зерттеуге болатынын дәлелдеген. Оның зерттеуінің эволюциялық теорияны дамытуға қосқан үлесі зор болды. Сонымен қатар Мұрат Айтқожин бидай дәнінің эмбриогенезі, сүт жетілуі, тұқымнан өнімі кезінде оның жасушаларында жүретін құбылыстарды зерттеген. Жақсы. Тақырыбымыз түсінікті болды ғой, иә? Видеомыз түсінікті болды, иә? Яғни, қараңыздар, Қазақстандағы, Қазақ КСР-дегі сол жылдарда, 40-80 жылдардағы ғылымның, білімнің дамуына септігін тигізген 1946 жылы мамырда Қазақстан ғылым академиясының салтанатты ашылысы, Қазақ КСР ғылым академиясының ашылуы, ал оның ашқан, осы ғылым академияның негізін қалаған аса көрнекті ғалым Қаныш Имантайұлы Сәтбаев екен. Яғни, осы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев Қазақстан ғылымында ерекше орын алады. Ол қазақстандық металлургия ғылымы мен геология ғылыми мектебінің негізін қалаған. Әрі ол кісі тек қана геолог болған жоқ, ол негізі басында тарихшы болды. Кейін ол Баянауыл өлкесінде халық соты қызметін атқарады. Және ол геологтардың Өте дұрыс. Анау 1920-30 жылдары кезінде Ахмет Байтұрсынұлы бастаған ағартушылар қазақ балаларына арнап қазақ тіліндегі оқулықтар шығарған кезде осы кісі қазақ балаларына арнап алгебра оқулығын да шығарған еді. Өте дұрыс. Және кейін осы кісі ғылым академияны зерттеп қана қоймай, құрып қана қоймай, геология саласында үлкен жетістіктерге жетті. Бұл кісінің Жезқазған мыс кен орындарын ашқан үшін ерекше бағаланады. Сол үшін КСРО мемлекеттік сыйлығының иегері атанды. Және осы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев Қазақстандағы, орталық Қазақстандағы көптеген кеніштерді ашпай кеткен. Не себептен деп ойлайсыз? экология. Өйткені ол онда Қазақстандағы көп минералдар бар екенін білсе, олар КСРО ол минералдарды қолданған, онда азайып қалды. Өте дұрыс. Яғни Қаныш Имантайұлы Сәтбаев болашақ ұрпаққа да қалсын деген мақсатпенен көптеген кеніштерді ашпай кеткен. Білсе де айтпады. Себебі сол кезде барлығын сатылып алып қою мүмкін еді. Кейінгі ұрпақты да ойлап отыр бұл кісі. Енді қазір топтық жұмыс жасаймыз. Бірінші топ тапсырмасы
яғни тұлғаны тану әдісі бойынша осы аталған 4 кісінің қандай қызмет атқарды, ғылым саласындағы дамытудағы үлесін, қандай жетістіктер жасады және қандай зерттеулер жүргізді. Осы тұлғаны тану әдісі бойынша бірінші тапсырманы бірінші топқа беремін. Екінші топ, ортадағы екінші топ, яғни қазақ КСР ғылымының дамуында орын алған кемшіліктер, яғни барлығы керемет болмады. Мысалға, жаратылыстану бағытында жақсы дамыды, бірақ дегенмен гуманитарлық бағыттағы кемшіліктер де бар. Яғни сол кезеңде кемшіліктер де болды. Сол кемшіліктерді фишбаун әдісі бойынша, яғни балық қаңқасы әдісі бойынша бірінші проблеманы айтасыңдар, сосын себептері, оған дәлел келтіресіңдер, артынша қорытынды жасайсыңдар. Түсінікті ғой? Осы балық қаңқасы әдісі бойынша тапсырманы орындаймыз. Ал келесі үшінші топқа Вен диаграммасы. Яғни 20 ғасырдың 40-80 жылдарындағы ғылыммен дәл бүгіндегі 21 ғасырдағы тәуелсіз Қазақстандағы білімді сол кезеңдегі ғылым саласымен салыстыра зерттейсіңдер және ортақ ұқсастығын анықтайсыңдар. Қазір мен сіздерге парақ беремін. Осы парақта жасаймыз. Бірінші топ тұлғаны тану әдісі, екінші топ фишбаун әдісі, үшінші топ Вен диаграммасы. Тапсырманы орындауға 10 минут уақыт беремін. Проблемалар, содан кейін оған дәлел келтіресіңдер, артынша жалпылама қорытынды жасайсыздар. Қазір проблемалар парақ сол үшін жазу үшін. Кейін соған қарап, қосасың.
Al, arada 7 minut vakit öttü. Qaysi top dayın? Birinchi top. Keling. Tinchlik saqlaymiz. Birinchi topning topshirmasini tinglaymiz javoblarni. Birinchi topning topshirmasini javob. Tekrorlaymiz. жылдар аралығында өмір сүрген Мұхтар Төлембеков қазақ геологы, қоғам қайраткері, қазақ ССР ғылым академиясының ұйымдастырушысы және тұңғыш президенті академигі. Сонымен қатар Қаныш Сәтбаев Қазақстандық металлургия мектебінің негізін қалаушысы болған. Оның туған жері Семей губерниясының Павлодар уезі. Әлки Хақанов Марғұлан, е? Әлки Марғұлан әдебиеттанушы, шығыстанушы, өнертанушы, археология институтының өкілін қалаушы, Қазақстан ғылым академиясының академигі, Қазақ КСР оның редакциясы Шоқан Айхановтың шығармаларының 5 томдық толық академиялық жинағы жарық көрген. Әрі бұл кісі сонымен қатар қола дәуірін жоспарлы түрде зерттеген ғалым. Бізде 3-ші студентте Марат Айтқожин, ғалым биология ғылымының докторы, академик профессор, Қазақстан ғылым академиясының корреспондент мүшесі, және Қазақстанда молекулярлық биология мен биотехнологияның негізін қалыптастырумен бөлек болған. Өте дұрыс, яғни бұл кісі микробиология, генетика саласында үлкен табыстарға қол жеткізген ғалым. Және келесі адам бізде Сокольский, бұл катализаторды электрохимиялық әдіспен зерттеп көптеген үлесін қосқан. Яғни осы кісінің арқасында катализатор дамып Қазақстанға көптеген плюстар, жақсы жақтары келді. Сонымен қатар осы төрт кісінің, яғни көптеген ғалымдарымыздың 40-80 жылдардағы қосқан үлестері өте көп. Сол заманда біздің Қазақстанымыздың еліміздің аты шығып дамып, яғни қазіргі ұрпаққа да көптеген әсерлерін тигізген ғалымдарымыз. Өте дұрыс. Так, басқа топтар бірінші топтың жауабына қанағаттанамыз ба? Олай болса, бірінші топтың жауаптарының тоқталып өтейік, қазір тұра тұрыңыздар. Яғни қазір осы бірінші топтың тақырыбындағы айтқан Сокольский Дмитрий Владимировичті толығымен айта алды ма? Айтқожин, Мұрат Айтқожин. Ол жасаған еңбектері, дұрыс, яғни биология ғылымының докторы, микробиология саласында, биотехнология саласында үлкен табыстарға қол жеткізгенін айтып өтті. Келесі, қарай. Әлки Хақанұлы Марғұлан жайлы ашылды ма? Марғұлан, яғни жаңа айтып өттік, бұл кісі өнертанушы, Қазақ КСР академиясының академигі, Қазақ КСР еңбек сіңірген қайраткер, қола дәуірін зерттеген археологтың бірі болды.
Келесі бізде Қаныш Имантайұлы Сатпаев еді. Қаныш Имантайұлы Сатпаев туралы да толығымен ашып бере алды. Осы пікірге келісесіздер ме? Олай болса, бірінші топқа қолдау көрсетейік. Келесі, қайсы топ дайын? Екінші немесе үшінші топ қалды бізде. Үшінші топ дайын ғой, Аха, онда келіңіздер. Яғни біздегі тапсырма Вен диаграммасы әдісі бойынша 40-80 жылдардағы ғылым мен 21 ғасырдағы ғылым саласын өзі айырмашылықтарын және ұқсастығын анықтауы тиіс. Тынышталайық. 40-80 жылдардың тоқырау кезеңінде адамдар ғылым саласы кетті дәрежесі үшін ғылым саласына көп көңіл бөлуде, кеңес үкіметі осы 40-80 жылдары ғылым саласын дамытуға шешті. Сөйтіп, тарихшыларға бұрынғы Қазақстан тарихын зерттеуге мүмкіндік бермеді, тек қана КСРО-ның жетістіктерін ғана зерттеуге мүмкіндік берді. Яғни компартияның жетістіктерін зерттеу тиіс болды, ол кісілерге. Демек, тақырып не істелген екен? Шектелген күйінде болған екен, еркін түрде тақырып іздене алмаған екен. Аха, ары қарай. Сонымен қатар ғылым саласы жағдайымызды осы КСРО жылдары, 40-80 жылдары КСРО-ның ең жүкті жетістіктерінің бірі Қазақ ғылым академиясы ашылды. Оны ашқан біздің бұрынғы ғалымымыз Қаныш Сәтпаев болды. Сол үшін ол сол академияның алғашқы президенті болып сайланды. 1985 жылғы санақ бойынша 500-ден астам ғылыми жобалар жерлер ашылды. Соның ішінде 19 институт, 13 сектор және 12 мұражай тағы басқа жұмыс істеді. Ботаникалық бақ, Екі Нравится 20 ғасырдағы ғылым саласының 20 ғасырға айырмашылығы. Қазіргі кезде бізде көптеген институттар ашылып және көптеген жобалар жасалып жатыр. Және де егер ғалымдар бір нәрсені зерттегілері келетін болса, олар үкіметтен рұқсат сұрамай-ақ өз еркілерімен ешқандай тыйым салынбай жасай алады. яғни айырмашылығы тақырып шектелмеген, еркіндікке ие қалаған тақырыбында қалған мәселені көтеріп зерттей алады. Мысалға, бұрында бір зерттелген затты адамдарға жариялау үшін, олар газетке шығару үшін рұқсат сұрап, көп уақыт соған жұмсайды. Ал қазіргі кезде жай ғана нәтижесі сапа болады. Және де қазіргі кезде ғалымдарға ғылым саласында әртүрлі жобалар немесе зерттеулер өткізуге көптеген мүмкіндіктер жасалған. Әртүрлі құрал-жабдықтар, компас немесе микроскоп деген сыртқы заттар бар. Бұл кезде олар өте аз болып алады. Және де көптеген адамдар оны қолдана алмайды. Қазір көптеген институттар бұрынғыға қарағанда білім саласы қатты дамып жоғары деңгейде. Яғни қазіргі ол кездегі білім саласына қарағанда бүгінгі күнде ғылым саласында тағы өзгерістің бірі ол қазіргі күнде нанотехнологиялар, соларды қолдану, яғни көбірек жаратылыстану бағытында зерттеулер жүргізу, немесе сол жаратылыстану бағытында зерттеу жүргізіп қоймай, қоғамдық гуманитарлық пәндерді шектеп қоймай, оларға да қолдау көрсету, жаңағы күн нұрынан электр қуатын өндіру немесе желден электр қуатын өндіру, бұлар сарқылмайтын ресурстарға жатады ғой. Яғни қазіргі күнде сарқылатын ресурстарға емес, сарқылмайтын ресурстарды зерттей бастады.
Ал 20-шы ғасыр 40-80 жылдарында көп зерттеулер олар сарқылатын ресурстарды зерттеген, иә? Яғни қарасаңдар, более осы 40-80 жылдарға қарағанда қазіргі замандағы ғылым әр экологияны таза ұстау, адамның өмірін сүруін жақсартуға бағытталғандығын көре аламыз, иә? Так, үшінші топ қандай жұмысы? Өте күшті, иә? Келесі, екінші топ. Дайынсыз ба? Келіңіз. Яғни сіздерді қойылған тапсырма фишбаум әдісі немесе балық қаңқасы әдісі бойынша қазақ КСР ғылымының дамуында орын алған кемшіліктерге. Иә? Бізде тоқырау жылдарында қатты зардап шеккен сала ол ғылым саласы болды. Біз қазір ең бірінші проблемаларды да айтып кетеміз. Бірінші проблема ғалымдар ғылыми еңбектерін әкімшіліксіз берген шеңбер көлемінде жасаған. Сонымен қатар Қазақстан тарихы қатты бұрмаланды және мәліметтердің сырын ашуға бағытталған зерттеулерге тыйым салынды. Так, осы жерде бір сұрақ қоя кетейін сіздерге. Осы Қазақстан тарихы қатты бұрмаланды, иә? Қоғамдық гуманитарлық пәндердің ішінде, ғылым саласында. Неліктен бұрынғы қазақ хандарының тарихын зерттеуге тыйым салады кеңес үкіметі? Себебі тарихшылар тек кеңес үкіметінің жетістіктерін зерттеуге жұмылдырды. Иә, неге хандарға айтпасқа? Біздің дәстүрді Қазақ халқының айтса болады ма? Қосымша айта кетіңіз. Біздің халық тарихты білсе, егер хандардың жетістіктерін білсе, біз не тек Тәуелсіздік алуға. Яғни өте дұрыс. Яғни біздің жаңағы ұлттық дәстүрімізді, мәдениетімізді, тарихымызды жою арқылы сол кездегі саясат ассимиляцияға тап болу және ұлттық құндылықтарымызды жою. Егер біз өзіміздің қазақ хандар кезінде Қасым хан, Тәуке хан, Хақназар хан туралы оларды білетін болса халық, олар тәуелсіздікке ұмтылуы мүмкін еді. Ол кезде КСРО-ның, яғни Қазақстан тәуелсіздік алып кетуі мүмкін еді. Яғни сол үшін КСРО Қазақстан тарихын зерттеуге тыйым салды, иә? Ары қарай. Тәуелсіздік үшін күрескен қайраткерлерді буржуазия ұлтшыл ретінде таныды. Және қазақ халқының өз жерінде ұлттық ашылыққа ұшырап, ұлттық дәстүрлердің тозуы мен құлдырауы ғылыми тұрғыдан талданбады. Ғылымдардың зардап шегу себебі ғылыми еңбектерді бағалау мен ғылыми дәреже беруді мәселе шешті. Жергілікті ұлттық мүддеден шыққан ғалымдарды сандық мөлшеріне шектейді. Яғни Қазақстан өзінде шыққан, Қазақ КСР-ден шыққан ғалымдарға ғылыми дәреже беру, яғни доцент, доктор, наук деген сияқты дәрежелерді беру үшін ол Мәскеуден бұйрық күткен екен, иә? Яғни Мәскеуден шешілді барлық нәрсе. Қазақстан өзінде шеше алмады ғылыми атақ беруді. Ал Қазақстан тарихының бұрмалану себебі тарихшылар тек кеңес заманының жетістіктерін зерттеуге жұмылдырылды. Яғни жаңа алдында айтып кеткендей, жаңағы тақырыпты шектеулі түрде зерттеу. Келесі. Келесі тәуелсіздік үшін күрескен қайраткерлер буржуазиялық ұлттар ретінде қаралды. Яғни олар белгіленген бір шеңбер бойынша, белгіленген тақырыптар бойынша ғана зерттеу жүргізе алды. Яғни олар тәжірибе болды. Және көптеген КСРО-дан кейбір сұрақтар бойынша зерттеу жұмыстары болса, оны айыпқа салып, өлтіруге дейін онда қолданған болатын. Біз қазақ КСРО тарихын оқыту арқылы қазақтардың рухын ұстау
кеңестік өмірді шын мәнінде қалай болғанын жазған. Бірақ 1975 жылы оның шығармаларын кітапханадан алып, оның жаратушыларында тыйым салған. Оның кітабы қандай кітап еді? Азия. Азия атты лингвистикалық еңбек бар еді. Яғни сол көп томды кітабын 1975 жылы жарыққа шығармады. Себебі, жаңа сіз айтқандай, ұлтшыл, буржуазияшыл деген, иә? Бұл жағдай арқылы біз КСРО басшылары әрқашан қазақтардың өз өлтіріп отырғанын, яғни қазақтардың өз ойларын шын жеткізуге құқығы болмағандығын байқаймыз. Жалпы, ары қарай қосып шығайын. Мәскеу КСРО-ның басқармасы кеткісін алды, сондықтан да тек маңызды мәселелер Мәскеуде шешіліп қойды. Жоғарыдан басқару жүйесіне әміршіл, әкімшіл қатаң жүйе. Қазақстан тарихы қатты бұрмаланды, себебі КСРО билігі қазақтардың оянуына мүмкіндік береді. Олар тек өздерінің тарихына зерттеуге рұқсат берді. Және билік қазақтардың салт дәстүрлерін мүлдем жойып тастады. Тозуымен қорғауына себебі олар тек өздерінің бастамаларды қазақтарға пайда келетін дүниеге Жалпы қорытынды жасап кетсеңіз. Ой толғауымыздың қорытындылай келе қазақ КСР ғылым саласы тарихымыздағы бұрмалаудағы рөлі орын алды. Осыған байланысты кеңес өкіметінің жетістіктері айтылып, ауыр нәубеттері айтылмай, осы қазақ ғылым саласы өзінің маңыздылығын және өзінің тарихтағы ерекшелігін жоғалтты. Жалпы үшінші топтың жауабына қанағаттандыңыздар ма? Жақсы, отырыңыздар. Яғни, ғылым саласында біз жаңа тоқталдық, үш топ айтып кеткен керемет ғалымдар, қазақтан ғалымдар шықты, керемет бір зерттеулер жүргізілді жаратылыстану бағытында. Дегенмен сол кездегі ғалымдардың ғылым саласындағы қазақтардың үлесі аз болды. Оған себеп жаңа үшінші топ айтып кеткендей жоғарыдан шешілді, ғылыми атақ дәреже беру. Яғни бұл жерде ұлтшылдыққа жол жоқ дейді, бірақ бәрібір де қазақ ұлты ғалымдарына ғылыми атақ дәреже беру кезінде олар сараңдық танытып қалып жатыр, яғни бұл да бір өзінің кемшілігі болды, жетістігімен қатар. Ары қарай қараңыздар, жаңа ғылымның дамуында орын алған кемшіліктерді үшінші топ айтып өтті. Ғылыми еңбектерді бағалаумен Мәскеуден шешілген деді. Және ғалымдар мен ғылыми еңбектері әкімшілік сызып берген шеңберде өте дұрыс. Және қазақ халқының өз жерінде ұлттық азшылыққа ұшырап, ұлттық дәстүрлердің тозуы мен құлдырауы ғылыми тұрғыдан талданбады. Кезінде мысалға 1931-33 жылдарда ашаршылық айтылмады. 1954 жылы Тыңжайда тыңайған жерлерді игеру кезінде Арал теңізінің суының тартылып кетуі, оның үстінде өзге республикалардан өзге ұлт өкілдерінің көп келуі қазақтардың пайыздық үлесін азайтып жіберді. Яғни бұл моноэтникалық, яғни бір ұлтты мемлекетті полиэтника, яғни көп ұлтты мемлекетке айналдыру үрдісі екен. Және жаңа сіздер айтқандай Қазақстан тарихы қатты бұрмаланды. Яғни қазақ хандарының тарихын, мәдениетін, дәстүрін зерттеуге сіздер айтқандай шектеу қойылған екен. Енді осы кезеңдегі қорытындылай айтып кетейін сіздерге қосымша. Осы кезеңдегі ең негізгі оқиғалар ол 46 жылы Қазақ КСР ғылым академиясының ашылуы. Оны ашқан кісі кім екен? Имантайұлы Сәтбаев екен. Және осы ғылым академиясын ашуда ол кісіге көмек көрсеткен Анна Панкратовна еді. Бұл кісі Ермахан Бекмахановқа да Қазақ КСР тарихын жазған кезде көмекші болған. Анна Панкратова.
Енді сол кездегі 46-49 жылдары КСР ғылым академиясының ғылыми зерттеу мекемелері 900-ден астам ұсыныстар мен зерттеулерді өндіріс саласына ұсынған. Яғни ғылым дамыса, онда өндіріс дамиды. Яғни Қазақ КСР ғылым академиясы өндірісті дамыту үшін өзінің еңбектерін ұсынып отырған екен, 900-ден астам еңбек ұсынылды. Және сол кездегі зардап шеккен ғылым саласы ол қоғамдық ғылымдар саласы. Яғни қазақ тіл әдебиеті, Қазақстан тарихы сияқты пәндер қатты бұрмаланды. Және тоқырау жылдарында қазақтардың үлесі тым аз болды, ғылым саласында жаңа айтқандай. Және сол кездегі гуманитарлық, ауыл шаруашылығы және медицина салалары қазақтар негізгі меңгерген салалары болды осы кезеңде. Ары қарай 60-70 жылдарында генетика және микробиология саласындағы зерттеу жүргізген кім екен? Мұрат Айтқожин, және 60-70 жылдарда гидрология және гидрофизика ғылым саласында жеңіске жеткен Ахмет Сахин үлкен табысты еңбек етті. Ал 60-70 жылдары катализаторларды электрохимиялық әдістермен зерттеу мәселесін дұрыс көтере білген бірінші топ айтып өткендей Соколский еді. Және сол кездері топырақ қорғау жүйесін, яғни зерттеу жүргізген, сол тың және тыңайған жерлерді игеру кезінде топырақтың құнарлығы жойылған болатын. Сол кезде соны қайта қалпына келтіру саясатын ғылыми зерттеу жүргізген Барай. Ал Кемел Ақышевты бүкіл әлем таниды. Бүкіл әлем ғалымдары, тарихшылардың барлығы таниды, себебі ол кісінің ашқан алтын адам, есік қорғаннан табылған алтын адам, ол бүкіл әлемді Қазақстанға назарын аудырды осы зерттеуден кейін. Енді 60-80 жылдарында ғылыми еңбектерді бағалау және авторларына ғылыми дәреже беру шешілген екен, Мәскеуден шешілген екен. Жақсы, жалпы бұлас бармақ тәсілі бойынша бүгінгі сабаққа өздеріңіздің рефлексияларыңызды көрсетсеңіздер. Керемет. Жақсы. Мен онда кері байланыс ретінде айта өтейін. Бірінші топ ғалымдардың еңбектерін ашып жеткізе білді. Екінші топ Фишбаум әдісі бойынша, яғни балық қаңқасы әдісі бойынша проблемаларын, себептерін, салдарын және қорытындыларын дәлелдеп келтіре отыра ашық бере алды. Келісесіздер ме? Өте керемет. Және үшінші топ Вен диаграммасы бойынша сол кездегі ғылым саласы мен бүгінгі күндегі ғылым саласының өзара ұқсастығы мен айырмашылығын ашып көрсете алды. Келісесіздер ме? Өте күшті. Бұл топқа да күшті деген. Бүгінгі тақырыпты біз толығымен ашып зерттей алдық. Түсінікті ғой? Ал тапсырма ретінде сіздерге тапсырма, үй жұмысы, яғни осы аптамыздың аяғында екінші тапсырма бар және үшінші тақырыптың аяғында. Осы тапсырманы орындап келеміз. Жақсы, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.